Сәлем достар, бүгін муравейник пісіретін боламыз. Өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар, алда жаңа видеолар болады. Енді құрамына кірісетін боламыз. ұн, разрыхлитель және тұз қостым. Енді ары қарай сармайымызды салып, крошка жасаймыз және оның үстіне бір жұмыртқа және 2 қасық сметана. Менде домашний болған, соны қостым. Сіздер өздеріңіз магазиніңізге болса да қоса беріңіздер, түк те қылмайды. Қараңыздар, менде осындай әдемі тесто шықты. Енді осыны морозильникке 1 сағатқа қойып шығамыз. Міне менде уже дайын тесто. Менің теркама мән бермеңіздер, бірнеше жылғы. Енді ары қарай қараңыздар, осы тестамызды теркадан өткізіп шығамыз. Барлығын міне менде уже дайын. Енді осыны 180 градуста біз бір 25-30 минутта пісіріп шықтық. Және оны үгітеміз. Міне вареная сгущенка, дәл осындай сгущенка қолдасаңыздар болады, өте дәмді дәмі. Енді осыны салып араластырып аламыз. Әбден барлығы біркелкі болғанша. Мінекей, менде дайын. Енді менің суыма мән бермеңіздер. Мен уже 2-шеуін жасап қойдым. Енді дәл осындай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ыдысқа мен 2 стаканға салып жасайтын боламын. Бірінші ішін сулап алған дұрыс. Ол бірден жеңіл түсетін болады. Қараңыздар, өте толтырып осылай кішкене қақсақ, ол өзі түсе қояды. Қараңыздар, міне әдемі болып шықты. Және мен екінші түрінен жасайтын боламын. Дәл осылай ішін сулап аламыз, сосын қасықпен сала отырып, ішін нығыздап аударатын боламыз қағазымызға. Қараңыздар, менде кекстің осындай ақ қағаздары бар. Осындайға салып аударсаңыздар, өте вида әдемі көрінеді. Міне қараңыздар, қандай әдемі шығып жатыр. Дәл осылай жасасаңыздар болады. Міне менде барлығы болды. Осылай жасадым. Қалған мен тарелкаға дәл осылай жасап қойдым. Енді бетіне шоколад сепсек болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша немесе мак сеуіп қойсаңыздар да болады, немесе шоколад сеуіп әсемдеулеріңізге болады, өз қалауларыңызбен. Бірақ дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Алда әлі талай рецепт болады, қыздар.